Ақаш апта бойы дел сал әрі-сәрі күйде жүрді. Мұндай халге өзін түсірген әйелінің бе, әлде қымбаттың ба, қайсысының қылығы екенін ол әуелгіде анық біле алмаған. Күн өткен сайын қымбатты жиі ойлай бастағанын көп ұзамай өзі де байқады. 45-ке келгенде мұным не, ғашықтық па, жындылық па дейді таңданып. Оны қымбаттың ақылды сөзі, айтқан пікірі мазаламайды. Аймалап құшақтағаны, қимылдың тәттілігіне ыңырси сүйсінгені елестеп, әйелдің алақаны тиген, саусақ ұстаған жерлері тағы сол сәтті аңсайды. Құмарлық дегеннің қиын сезім екенін қалайша бұрын білмей келгеніне қайран. Бұл сірә ақылға билейтін сезім емес. Ақыры қымбатқа телефон соқты. Еркек алды. Үндемей қоя салды. Құдашасының түк болмағандай күйеуіне қайта бірге барып тұрып жатқанына көз жетті. 10 жыл өмірім алданышпен өтті деп өкінгені қайда? Өтірік болғаны ма? Әлде күйеуімен өкпелесіп қалған әйелдің ашынған кездегі ашу сөзі ме? Бәлкім күйеуін балалары үшін кешірді ме екен деп ойлады ой сансаққа жүгіріп. Ертесі кешкілік тағы телефон соқты. Қымбат көтерді. Еркін сөйлесуге қауіп барын аңғартты. Қалайсыңдар? Ауылдан ешкім хабарласпады ма? Деді. Ауылдас біреумен сөйлесіп тұрғасын Ақаш түсіне қойды. Осымен біттік пе, жоқ тағы да жолығамыз ба? Қол тимей кетті. Ертең үйіңе өзім апарып беремін. Ертесі түске таман Ақашқа қымбат өз телефон соқты. Тілегіне жетіп, тояттаған еркек енді мені іздей қоймас деп ойлап едім, қалайша хабарласа қалдыңыз, деді салған жерден. Көп күн ызалы, ашулы жүрген Ақаштың аузына айбынды сөздің бірі де түспеді. Қалайсың, қайдан соғып тұрсың, деді сасқалақтап. Мен бір үйде оңаша отырмын, иелері бала шағасымен ауылға кеткен, келе аласыз ба? Ашу ыза, өкпе, наз дегенді табан асты ұмытып, Ақаш үстелдің үстін апыл-ғыпыл жинай салып жүгірді. Өзінің қатын бала шағасы бола тұрып, бөтен әйелмен байланыс жасайтын еркектер жайында Ақашта әз әңгіме естімеген. Осындайларды біреу нағыз еркек деп мақтайды, біреу ұрлықшыға балап даттайды. Ал Ақаштың ойынша мақтау мен даттау әділ баға емес, адамды мұндайға итермелейтін табиғи қажеттілік. Қажеттілікті сөгу табиғаттың өзін кінәлаумен барабар. Мәселен, тоймаған адамды тағы тамақ жеген үшін неге біреу мақтап, неге біреу даттауға тиіс? Аш жүрген адамды аяйсың ғой қайта. Сол сияқты жыныстық қанағат та еркек пен әйелдің өзіндік мұқтажы. Сен неге барыңмен базар болып отыра бермейсің? Неге үнемі өзіңе рахат жағдайды аңсайсың деп оларды қалай жазғырасың? Тек әрине ар-ұяттан аттап кетуге болмайды. Өйткені ар-ұят та табиғи қажеттілік. Қымбатқа жеткенше Ақаш өзін ақтайтын осы текті талай тұжырым жасап үлгерді. Өз күйеуінен толық қанағат таппаған соң сырттан қажетін іздеген үшін қымбат жазық демес деп түйді. Отбасын сөйтіп аман сақтағаны оның да өзінше амал айласы. Осындай ойға келген соң заңды әрекетпен айналысып жатқан адамша қымбатты алаңсыз, армансыз ұзақ аймалап құшты. Түсауа жұмысыма қайта оралам деп болжаған Ақаш үйіне қас қарая зорға қайтты. Тұрайық, дөмірге жіберетін дүниелерді бүгіннен қалдырмай қарап беруім керек деп 2-3 рет қомпаңдап көрді де, газет бір саған қарап қалса да, ертең ақыр заман болса да, қойшы деді қымбат құшағынан шыға алмай. Бұйырған да сол, еркелеген де сол. Әйелдің үйтіп өзіне ынтыққаны Ақашқа әрі ұнады. Ертең редакторға не деп өтірік айтатынын ойлап, әрі үрейленді. Бүйте берсе бір күні бедел абыройдан жұрдай болатыны сөзсізді. Қымбатпен жасырын жолығу біраздан кейін Ақаштың ең міндетті жұмысының біріне айналды. Қай күні, қай кезде, қай жерде жолығатындарын күні бұрын келісіп, барлық жағдайды соған алдын ала аңғайлап, екеуі екі жақты қам-қарекет қылып әбігерленеді. Бөтен көзбен өсек сөзден бірігіп қашу, біріне бірін ынтықтырып, жақындастыра түсетін тәрізді. Әрбір сәтте жолығыс сенім қосып, қанағаттандырып тастайды. Араласқан сайын қымбаттың қылығы да ашылып, аймалау мен сипалаудың
алуан татты түрін туындатты. Буылығып келген таланттың көзі бұрқ-сарқ алайтын ашылып кеткендей. Адам шіркіннің ақыл ойымен мінез құлқында ғана емес, тәнде де туа біткен 200-лік бар секілді. Басқаны татып, бөтенді байқап көруге ол да ерекше ынтық. Апырмай, ұрлығым ашылып қалса масқарау деп, Ақаш іштей, үрейдей үрейленеді. Алайда қымбаттың құшағында інін үңгірден жыланша қыбыр-жыбыр болып жатқанда қатты құмартады. Қой, бір бәлеге ұшырамай тұрғанда тоқтайын деуге әлі келмейді. Әлдене жіпсіз байлап жібермей тарта да тұрады. Өмірдің қызығын көруде күнә емес пе? Не де болса тәуекел деп бәріне қолды бірақ сілтейді. Сөйткеннің өзі еркекке тән ерлік екеніне бір түрлі сенімді. Ол сенімділігін өз қатарларының сыр қылып айтқан сөздері, осы тіршілігінде еркек әйелден естіген әңгімелері, көргені мен білгені бәрі бекіте түседі. Ойлап қараса, барлық еркектің бұл жолға азды көпті түспегені барлық заманда да некен саяқ. Соған қарағанда жаратылыстың өзі сондайға бейім. О заман мен бұ заманда күнәсіз пенде өте сирек. Пенде болу, өмір сүру дегеннің өзі ең әуелі күнәға бату шығар. Кім біледі? Күнәсізді періште деп адам санатына қоспай сөйлетіміз содан болар бәлкім. Жазғы тұрым қымбат құшақтасып жатып Ақашқа күтпеген жаңалық айтты. Жүкті болып қалыпты. Естігенде ес шығып, қашан, кімнен деп шошып кетті. Тіпті даусы еркінен түс үрейлі шығып кетті. Кімнен болушы еді? Мен осы күні күйеуімді қасыма жолатпаймын. Ақаш не істерін, не дерін білмеді. Арақатынастың аяғы мұндайға соғарын тек ойламапты. Бірақ әйтеуір көңіл түкпірінде қылаң берген алғашқы сезім күдік еді. Баланың менен екенін қымбат қалай дәлелдейді. Бір үйде қасында жатқан күйеуін жалатқам жоқ дегеніне қайтып сенеді. Қойшы сенде, адам сенбейтін ертекті айта береді екенсің. Қойыңда жатқан өз күйеуің өз әйеліне қолын жүгіртпей тыныш жата береді екен, тегі. Онда несіне күйеу болып жүр? Сіздің сенбейтініңізді білгем. Европаның еркегі сенсе сенетін шығар. Қазірше әйтеуір бірде-бір қазақ сенің оныңа сене қоймайды. Сөздің шынына келсек, солай екеніне сенің өзіңнің де сенімің шамалы шығар. Мен анық сенем. Сенсең айта қойшы, қай күні сонда? Ана бір үйге бардық қой, сол күні. Оны қалай білдің? Білдім, өне бойым сонда ерекше балқыған. Ол есіңде болсын, балқыған балқымағанға байланысты емес. Дәрігерге бар, тексерт. Сіз немене, басыма бәле болады деп қорқасыз ба одан? Қорқпай-ақ қойыңыз. Мәселе қорыққан қорықпағанда мекен? Енді не де? Ақаш жауап қатпай-ақ ұзақ үнсіз қалды. Сол екі арада араларынан қара мысық жүгіріп өткен сықылданды. Бірақ сыр бермей ауырлау айтып қойдым ба деп ыңғайсызданып көңіл аулай сөйледі. Жарайды деді, қымбатты құшағына тарта күліп. Сен кімдікі десең, бала соныкі болады. Баланың шын әкесін шеше ғана біледі, дейді қазақ. Мен де соған қосылам. Айтар сөз айтылған соң, енді мәймен көлең аяқ қойыңыз. Жұлқынып теріс қарап жатты. Ақаш арасынан сипап, тақала келіп, тағы да құшақтады. Екі әйелі бар, мен сияқты еркекпен, екі күйеуі бар, сен сияқты әйелдің арасында. Мұндай күдік болуға тиісті ғой қымбат. Менің 3 қызым бар. Ұл туып бермек ойың болса, оған қарсылығым жоқ. Жібей қоймағаны мен жібі босап, қымбат жиі алқына бастады. Енді сөзді соза берудің артық екенін аңғарып, Ақаш алақанымен аяғына ерік беріп, кеудесімен жүзіп, әйелдің төсіне қарай өңмеңдей өрлеп бара жатты. Өкпелесер сәттен өстіп, аман есен өтіп кетті. Мамырдың аяғына таман Ақаш іссапармен Ташкенге жол шекті. Бір топ газетшінің ішінде жағдайы жаман болмады. Дегенмен ел жата, баласын емізетін кезі есіне түскен әйелше елегізіп, қымбатты ойлай бергенде айналды. Ақыры болмаған соң, кештетіңкіреп Алматыға телефон соқты. Әлден уақыттан кейін ғана күйеуі көтерді. Бұл Ташкен ғой, деді Ақаш, бірден батыл орысшалап. Қымбатты болам екен. Кім шақырады? Асмат Кадиров. Өзбек деуге келетіндей аушыға түскен атты осылай айтты.
Ар жақтағы адам үнсіз қалды. Сірә Қымбатты шақырып келуге кеткен болар деп шамалады. Бір кезде телефон лып етіп үзіліп кетті. Не тұтқаны күйеу қоя салды, не техникалық кінәраттан өз-өзінен ажырап кетті. Солай тынғаны да дұрыс болған секілді. Әйтпесе бір пәлеге арандап қалар ма еді, кім біледі. Әйеліне айдаладағы Ташкеннен бөтен еркек телефон соғып жатса, қандай адам оған қуана қойсын. Қате болды. Бөрік кигеннің намысы бір, еркекті өйтіп қорламауы керек еді. Бекер-ақ телефон соқты. Бүлдіріп алдым-ау деген күдікпен Ташкеннен беймезалау оралды. Түске таман хабарласып байқармын деп отырғанда Қымбат алдын орап өзі сөйлесті. Сіз жоқ болсаңыз, бүкіл Алматы қаңырап, бос қалатын сияқтанды. Мына 7 күн маған жылға татыды. Түстен кейін алып кетіңізші бір жаққа. Әйелдің өстіп, ынтық сөйлегенін сүйетін, сүйегінен балқытып жібергенін сезді. Шеттеу қонақ үйдің бірінен жалынып жүріп, бір бөлме зорға жалдады. Күйеуінің қасынан шыққан әйелді емес, Қымбат бөлмеге кірер-кірместен бас салды. Мені анық еткен, әйел қылғанда сізсіз. Сізге дейін әйел болып, әйелдің қалай бой ағытатынын білген емеспін. Шын күйеуім өзіңсің, деді бауырына кіруге көпе көрінеу асығып. Әйелдің жетегіне ергені ыңғайсыздау көрінгенмен, оның мақтанғаны мен ынтыққаны бойын ыстық буша шарпыды. Төсекке бастары тиген соң яттан ұстам кетіп, бары қимыл құмарлықтың билігіне көшті. Кенет Ақаштың есіне әйелдің жүкті екенін түсіп, төсіне кілт құлай кетті. Тоқтамашы, деді Қымбат үздіге жалынып. Балаға зиян ғой, қатты болмайтын шығар. Еш зиян жоқ, қорықпай-ақ қой, алдырып тастағам. Неге? Ешкімге керек жоқ баланы туып, жынырып па? Сол үшін өзін күңгірттеу болса да кінәл сезініп, Ақаш сасқанынан әйелді құшақтай етпеттеді. Бірақ екеуінің ендігі әрекеті үйлеспеді. Әйел мұны кеудесінен итеріп тастап, жалма-жан атып тұрып, жұлқынып киіне бастады. Қымбат, қойсаңшы, адамша жөндеп сөйлесейік те. Айуанша болмаса, адамша сөйлесуге менің мәдениетім жетпейді. Өз теңізді тауып алып сөйлесіңіз. Тоқтай тұршы, мыналар жынды шығар, жарты сағатқа отырмаған соң бөлмейін несіне алды дейді ғой мына есіктің алдында отырған әйел. Бірге шығайықшы тым құрыса. Сізге біткен әйелдің бәрі жынды болатынын білмеуші едіңіз? Долданал жалт қарады да есікті итеріп ашып, лақтыра сілкіп, сарт еткізіп жапты. Сол еткен сілкініс Ақаштың бетіне тиген шапалақтай әсер етті. Сөзі де, қылығы да миына найза қадалғандай тітіркендірді. Тәп-тәтті сүп-сүйкімді әйел көз алдында өзгеріп, зәр төкті. Анадай ашты сөз аузынан шыққан адамға кісі сыйлайтындай қасиет болады дегенге илану қиын. Кімде болса өзінің шынайы бетін өстіп ашуланғанда, әлде кімнен жәбірленгенде көрсетуге тиіс. Қалыпты жағдайда адамның бәрі ақылды, бәрі мәдениетті. Оларды сынайтын сәт осындай кез. Кетпесең одан әрі, деді артынан киіп. Басың алтын болса да, енді көрмегенім сен бол. Асықпай киініп жатып, Қымбаттың әлгі қылығына таңданыстан басын әлденеше шайқады. 3 перзент туып берген заңды әйелінен өзін артық санағаны ма? Мына қылығы не болғаны? Несін беш-кеш қылып, несіне бұлданады сонда? Басқасын кешсе де, әйелін жынды дегенді кесе қоймас. Осыншалық бейпіл ауыз әйел деп кім ойлаған? Ол өйтіп бүліне қалатындай бұл не айтты? Өліп өшіп бөлмеге кіргенін ақ бассаулы өзі үреп еді. Арасында жарты сағат өтпей жатып ақ өзгеріп сала берді. Не сөзінде, не қылығында бәтуа жоқ, қылт етіп құбыла қалатыны қандай қорқынышты. Долы болғанда да бейшара долы екен. Неғұрлым ащы айтқан сайын айызғанатын секілденеді. Бұдан зорғысын көрмей тұрғанда, бұл әйелден осы сыймен құтылғаны абырой шығар. Әдетінше ыңғайланып өлең айтып, Ақаш үйіне асықпай жаяу қайтты. Қымбатты іздемеуге Ақаштың жаны да тәні де тұп-тура 20 күнге шыдады. 21-ші күні жай әншейін бар жоғын білу үшін жұмысына телефон соқты. Қасында отыратын келіншек көтерді. Қымбат 3 күн бұрын демалыс алып ауылына кетіпті. Соны естігенде ішінде әлдене селк ете қалғандай көрінді. Демек, бір жола кетуге оның да бекінгені ғой. Сонда тегі оның